Жалпы мынау біз бүгін Семей қаласына жолға шықтық. Жолға шығудағы мақсатымыз 38 фильмнің локациясын көреміз. Болашақ түсірілім алаңдарын таңдауға жолға аттанып жатырмыз. Ол жақта негізгі көретін жеріміз орман. Алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар, орманның керемет жерлерін көрсетеміз. Қазақстандағы аумағы ең үлкен орманды сіздерге таныстыратын боламыз. Кішірек болса да бола береді деді соны, кішірек болса да бола береді соны. Желание загадать жету керек болды, бірінші рет жаяу баратырмын ғой. Қалай болады екен? Бұл мосты сіздер қазір көресіздер енді. Бұл енді өте плачевном состояние ғой. Былай әдемі көрінеді. Біз енді бұның структурасын біз білмейміз көресіздер. Асфальт жатты. Құрметті достар, біз қазір Семей қаласындамыз. Семей қаласында Семей орман резерватының замына кірейін деп тұрмыз. Түсірілім тобымен, постановщиктермен. Бүгінгі кездесудегі негізгі мақсат болашақ түсірілім алаңдарын анықтау және бізге керек техникалар туралы сөйлесу. Жалпы орманның ішімен, өртенген орманмен танысу. Склад. Мысалы, жаңағы айттым ғой, мына вышкасы сол градус береді. А градуспен салыстырып, мына жаңағы градуста бар, азимутта осы. Бұндай вышкада бар тоже осындай нәрсе. Бізге оның алып форма. Сондай бар. Қалған орнатылықтарда екі газик болады. Семей жақсы. Семейге үшінші рет келіп отырмын. Жұмыс барысымен деген тоже ол кезде де. Не айтамын? Қарастыра беремін. Жалпы бүгін бізге Семей қаласына келгенімізге екінші күн. Бүгін тағы да локация қарауға шықтық, бірақ ең қызығы Семей орманында өрт орын алды. Соған байланысты қазір таңғы ас ішуге келдік. Таңғы ас бізде бүгін екінші рет Анитада болып жатыр. Жақсы жер екен. Шайлар әдемі екен мына жердің. Шайларын қараңыздар, керемет шайлар. Светінің өзі ерекше. Хамский. Кімге сүтпен? Сүтпен. Маған сүтпен тош пожалуйста. Мен Мен ауырып қалғам. Иә. Сосын Семейдің желі маған прическа жасамай қой деп айтты. Сонымен цыгандар. Назар арла. Видео түгін фото түсірмейді, видео ғана түсіреді. Скриншот жасауға болады ғой түге. Білмеймін, болар жер. Мына біз Семей қаласында жаңа мостқа келдік, бірақ бұл жаңа мосттың салынғанына 25 жыл болған, ұмытпаңыздар. Осы жерде бізде парковка ғой деймін, осы жерде бір сақтан түсіріледі. 5 жылдар постановщиктер. Осы жерді таңдап жатыр мына. Исполнитель продюсер Асет Кемпір сол жерде түсіреміз. Пока қалада кішкене жел болып тұр. Сол күні жел болмасын
дәмді екен. Қандай локация іздеп? Біз үйлер қарап жүрміз қазір. Ғанидың үйіне. Объектіні дронмен іздеп жатырмыз. Адресный пламя бертінен бара алмаған. Двор жалпы үстінен қалай көрінеді, соны бақылап жатырмыз. Дронымыз қайда? Екеуміз төңкеріп шампанды аспанға екеуміз. Негізгі объектке келдік Аллахның қалауымен. Орман, міне көріңіздер. Өзім де желание загадать етіп жүрмін. Өмірімде бірінші рет орманға кірейін деп тұрмын, настоящий орманға. 650 мың гектар территориясы, 63 мың гектар өртке оранған. Сол туралы фильм көріңіздер. Қалай локация? Әдемі. Ұнап тұр маған. Күшті да? Күшті. Міне орман, әне орман. Әне орман. Әне қар. Теңіздің орны ғой, мына орманның бәрі теңіздің орны. Құм сияқтан ба сонда? Иә, ең алғаш теңіз болған ғой жерде. Айттым ғой өйткені құм қаяқтан пайда болды? Мынау теңіздің астындағы топырақ, жанында топырақ. Шардараның топырағы осы негізі. Су бар жерлер, иә. Мынау су бар жерлер, бұл жер теңіз болған кезінде. Сөйтіп адамдар теңіз тартып кеткеннен кейін теңіздегі ауру көбейеді ғой, су көбеймесін деп ағаш егіп бастағанда сонда орман пайда болып кеткен. Соны адамдар егіп осындай орманға кетті деп тұр. Әңгіме жиі батсаң. Жақсы қондық, жақсы қондық. Маман таптық, шашы дейміз. Жаназасын, потом кім ғой, Нап тұрған ағы. Лампар тұрған сұр. Сосын сұр, Жанған ғой, ағынан жансын, қоймайды. Енді оңқайымдан отырғызу керек қой. Біз питомникқа келдік. Ең қызық информация айтайын. Барлық адамдар ойлайды ғой ағаш өзі өседі деп. Негізі мынау қолдан отырғызылады осылай. Мынау 1 жыл болған. 1 жылда мына примерно 8 сантиметр өскен. Тағы 1 жыл тұрады. 15 сантиметр болғанда осының түбін кесіп апарып орманның ортасына отырғызады. Біздің группада таңғалып отыр. Оны түсіндім. Я не думала то, что он потом алып кетіп оны ана жаққа. Я сөйтеді ғой. Я думала, ары қарай осы жерде ол қалып кетеді. Мыналар егер осылай бір жерде өсетін болса, че мынау бір-біріне мешать етеді ғой. Тамырлары жан-жаққа кетеді. Мен жаным шықтым, жырладым, тыңбадым, тыңдадым, өзгелерге бұл жүректі. Таңертең шығып ойлаймын. Жазылды, боқтайтыным бар. Боқтайтыным бар енді, достар. Ау, естелік. От қойғанда қараңыз арнаны жоқ, астынан емес, олар бүйтеді қараңыз. Мында ағашқа бір смола жағады да, біздің пиротех. Сол ғана жанды. Соны әбден жағады, соған от қойды, ол артына өтіп кетіп алып қазір. Аккуратно келе тұрақым болды. Шанс жоқ бәрі қарға кіресің. Аяқ егірет қой. Мен де ше, байқаймыз жыл сайын күрделеп бара жатыр.
проекттер күрделеп баратыр. А? Өсушылар деп тұрмыз ол. Неше түрлі задачалар тұр. Мен ізіммен жүреміз, қарға батып кетпейміз. Байта түсір, қабан келатыр, мына суға кім түсті? Анда красавчик. Қай суға? Красавчиктің өзі бас шайқап тұр. Мен де түстім ойдым өйткені. Аяғым жып-жылы болып тұр. Мына жер қабайлау керек. Олжик New Balance қалай? Олжик New Balance қалай? New Balance. Она не может здесь ехать. Күштер екен. Көлдің үстінде тұр. Панеңіз кеп тұр. Сол айтамын да, общий планға, иә? Біз екінші күн уже кеш локация іздеу жалғасуда. Дәл қазір біз көлімізден шығатын Ғани мен Мараттың кардонын тапқан сияқтымыз. Общий планын қараңыздар, керемет кадр, керемет сахна болуға тиіс. Жалпы орман, семей орманның ішіне кірдік бүгін. Біз оған дейін сыртында жүрдік қой. Қазір орманның ішінде жүрміз, көл мына жағымыз, мынау ашық алаңқай. Жалпы біз қазіргі мақсатымыз мынау көлді қармен кешіп аралап, арғы бетіндегі домиктарға өту. Ол жақта да бірнеше кардон бар екен, қазір соны көреміз. Бізбен бірге болыңыздар. Тар жол. Қар кешу. Көштік. Аяқ су полный. Айтып атқан осы екен алдына ішінде семей ішінде орманның ішінде үш үй бар деп ше. Иә, дұрыс айтасың. Алматыда жүргенде біреу айтқан ғой маған осыны. Семейдің ортасында үш үй бар деп ше. Группамен өмір сүре беруге болады сол жерде. Жап-жақын су ма, или асты мұз болып тұр ма? Мұз ғой. Асты мұз сияқты ғой, мына Иә. страшно терең сияқты, мынау уже қисайып кетті ғой. Ол үшін келдік, ә? Ол үшін келдік, ә? Не ал дейсің? Бағана болат дедім, арғы бетте тұрған кезде деймін. Қайда кеттің? Алдын көресіңдер ма? Асты да мұз ойқандар ма? Маған не көтерілетін сияқты ғой? Жоқ, көтермейді. Не мына мұзда егін су қайда кетеді маған? Бұл осылай қалады ғой су рейінде. Көтеріледі ойлайсың ба? Мына кардон екен емес екен байқалып тұр ғой. Баршаға сәлем. Біз жаңа локацияны көрдік. Енді қайтып келе жатырмыз. Қайттан жаңа қарлармен жүрейін деп тұрмыз. Очень қызық болып жатыр. Артта команда келе жатыр.
Қазір жаңа заттар табылса болды, главное. Реттеп аламыз. Реттеп аламыз да. Ближайший магазин бар ғой. Сол жерден носки аламыз. Носки аламыз да. Нормально болады. Бәлкім шарап қалды ғой. Асайын десем. Соң күтіп отыр ғой. Бәрекелді дейді. Қалса қой. Еще бұны да көру керек. Баня керек сияқты онадан кейін. Кстати, жақсы идея, по идее. Айтамыз ол қазір. Өздерді айтып келетқан шығар. Айтқызбайтын шығар қазір, наверное. Айтқызбайтын шығар. Түсінігі бар шығар. Ерекенский! Что там, ребяталар? Қалай терлеп көтсіз ба? Терлегеннен құдай сақтасын. Аяқ қана су болып қалды атак бәрі кино. Кеңсіз. Бері тақай тересіңіз. Ал енді Аллаға шүкір, носки сұғу деген процесс аталады бұл. Носки сұғу процесі дейді. Оны қазақтар сөйтіп айтқан ғой. Ой, шіркін. Бір сен болса енді үрлеп жүреді, не? Кептіріп киіп алады бұны. Шешкенмен жұлып қалды еді аяқ. Конечно. Мен екінші түсіп алыңдаршы. Болмаса Ол еще бір күннен кейін шықпайды ғой, 3 күннен кейін 4 күннен кейін шығады ол. Сол шықпайды. Жоқ, тамырына түкетеді, содан бықтып желден шығады 2-3 күннен кейін. Сол ғой кейбіреулер таң қалады. Осы графиктерді көрсету керек. Найзағай түктеп болған жоқ, қалай орман өртенді деп айтты. финалға көрсету керек екен еді. Бәсе, мен қазақшасын сіз квартал дейсіз, мен орам деп жүрмін ғой. 5-ші орамдамыз деген осы екен ғой, төке. 5-ші орамдамыз, 183-ші орамдамыз деп айтады. 184-ке былтыр еккен күзде егілген жер міне тұр. Барып көрсеңіз, әне сызық немелер жатыр ғой міне. Питомниктен әкеп отырғызыңыздар ғой. Тамыры кетпеген ғой. Балта керек. Балта? Өтіп кете алады ғой смело. Ереке! Ереке! Ақырын өтіп көріңізші. Тамыр алып қапты да маған. Давайте. Өмірі кішкентай алқандар енді. Мен ойладым. Покажите сюда. Ахтудесі. Ей, мақта деймін екен. Потомки великих ханов. Мақтаған сайын кетіп жатсың. Давай шапалақ. Шапалақ. Атпен шабылатын сахна бар ғой. Мынау жол. Мына жақтарын бәрін кішкене-кішкенелерге жағып қойсақ, осы сахнаны осы жерде түсірсек, атпен. Ана жақтан келеді да, былай өтіп кетеді деген ғой. Қандай сияқты мына ағаштар болса, через передний пландар арқылы. Ағаштар қойсақ қоймай. Боковой алмай алдынан ала берейік та. Ананы қайта алып тастайсың сен. Қайсында айдап кетканда. Ой, ол бизнес тіреліп мынандай притик айдамайды ғой, братан. Ар жақтан айдаса кішкене, бір 5-6 метр ақ кетсе көрінбей қалады ғой дымның арасында. Мына жаққа бір адамдарды қоямыз міне былайынан. Мына жаққа. Былай прямо өтіп кетпеуші. Онда қара, былай кетеді ғой, получается. Иә, былай келеді де, былай кетеді. Былай кетеді. Иә. Фонда кішкене жасылдар, нелер бар да, тіріз.
кеткенше сіз үйренесіз ереке. Горбатова могила Бір семей азаматын мусор тастамауға үйретіп кетеміз да. Келесі адам не жасайды? Тастамайтын боласыздар. Ереке, сіз кадрға кірген. Я не кадр, я момент кадр дедім ғой. Асықтаған точно түсірді осы ереке? Так, мына жаққа жүріп. Жамал жоқ, қызыл жоқ па? Бәрі жеп қойсын, жамал жоқ, қызыл болсын. Маған ұнап тұр, жан-жағым бәрі қараш. Маған ұнап тұр. Зато жасыл бір жер. Что болып тұр? Ёп, твоя мать, қайға қарап жүрсіңдер, Марат Ғани, нахуй, сука. Ой, өшер салам бәді инстаграмға. А? Өшер инстаграмға салам бәді. Неге? Анау исполнительный продюсер. Анау генеральный продюсер. Батя! Ояққа! Пакратин ішуге кеттің. Ерте әлі, батя! Ақтау. О, шақтау. Шайдың бүгін бар ма? Бұзырын бәрін бір пакет қасына қатсасалар қой болды. Бұзырын бәрін бір пакет қасына қатсасалар қой болды. Жолда болу ма оны сол? Мына жерде жіберсек. Мына жақтан күтіп алсақ. Мысалы, орманда өрт болып жатыр, сол орманның шетінен Қара әдемді. қара әдемі. Үстін алайын. Штаб кезінде болады екен. Көрсек ол Сейчас бөлек, е? Жарасып кетеді ма? шорный екен, не? Модель болатын жігіт па? Мынандай бар. Аласа. А мүмкін оларды апарып көруге болады? Бұлар шет жағында дополнительный су апарып немесе бұлар аласа көруге ма? Бізге ертін штабқа осылар керек қой. Иә, штабқа. Мыналар міне высокую проходимость трехмостный орманның ішіне кіріп жатқан камаздар осылар. Осы и далада біреу осылар. Мынау не ақ? Бұл шен. Шта барғанда сразу штаб құрылады, уже прямой Астанамен, уже прямой. Осы керек онда бізге. Бәрі бар. Интернет, камера, түгел, как положено. Ішінде штаб, руководство, баспар бәрі. Бізде орманда штаб құрады ғой, төке? Иә. Осы машина тұрылады, и осының жанына палатка тұрылады. Осы жан. Мынау бірінші барып тұрады да, уже дальше информация осы арқылы кетеді. Эвакуация жасап жатқан кезде олар кіре алады ауылға фонына, ше? Мына машиналар. Суретке бәрін түсіріп отырмын. Сұраған кезде мынау техника керек. Біз жасап береміз ғой, братан, МЧС-тен қандай техника керек екен. Міне сен МЧС-тің қайық өтін. Қайығы да Қайық керек. мотор жоқ па, братан? Нет. Қозғарым ба? Қарсы қозғарым. Продюсерлердің қарны болу керек қой. Жоқ. Мәкең келмей ма? Мәкең? Сол Мәкең кішкене ескертпей қалдық па, үшін түсінбей қалдық үшін. Ол кісіге уақытымен келіс жасау керек та. Уақытымен Мен ойлағанмын, хотя бы жоқ дедім, бір жарты сағаттан келсем, оған жетпей ақ менің қолым босамай тұру керек. Міне бүгін Абай облысындағы кезекті сапарымыз аяқталды. Болашақтағы түсірілім алаңдарын таңдап, Алматы қаласына жолға шығып жатырмыз. Барлығы ойдағыдай, өзімізге керекті дүниелерді таптық. Күтіңіздер, алдағы уақытта керемет
әсерленіп қайтып жатырмыз. Сценарийға тағы да өзгерістер енгізіп, кейбір жеріне толыққанды көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ағарып кетсін. Ағарып қалсын, есеме жатқан ойын. Жігіттер. Жоқ, сен не заказывай.